Петропавлдық 314 атқыштар дивизиясының жауынгерлерін еске алды. Ленинград блокадасын жаулардан аман сақтап қалған оларға қойылған ескерткіш маңына келгендердің қарасы қалың. Жиналғандардың арасында соғыс ардагерлері, тыл еңбеккерлері, сан түрлі сала мамандары мен жас буын өкілдері бар. Біздің ардақты құнды киелілердің бірінде тұрмыз бұл арада. Бұл арада бүгінгі күні аталып жатқан атақты аталы 314 дивизияның күні дәл осы жерде құрылған күні болатын. Мынау сыртымыздағы кинотеатр Октябрь бұлары да военком болған. Бұл үй болған жоқ та. Мына тұрған жерімізде палатка болды. Осы араға келген аудандардан келген кісілердің бәрін осы арада регистрация жасап, стройменен сосын анау неге естің ар жағындағы неге сонда апарып, сонда бәрін жинады. Бүгінде қала бойынша көзі тірі блокадашылардың саны 11, солардың бірі Любовь Яковлева. Сол сұрапыл жылдары ол небәрі 12 жаста болған. Ол кезде мен 12 жаста болдым. Отбасымызбен барлық қиыншылықтарды көрдік. Аштық жылдары болды бұның бәрі. Блокаданың 872 күні ішінде 630 мыңнан астам Ленинград тұрғыны қаза тапты. 1941 жылдың аяғында қалада құрылған 314 атқыштар дивизиясы аталмыш майданда ерен ерлік көрсетті.